Баршаңызға қайырлы күн достар, есімім Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, нәзік, құрамына тосап қосылып жасалатын керемет тәтті пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыз. Ең алдымен ұнымызды илектен өткізіп, оған қопсытқыш қосамыз. Содан соң сары майымызды салып, барлығын жақсылап қолымызбенен араластырамыз. Ұзақ араластырмаймыз, жаңағы салынған сары май мен ұнымыз бір-бірімен бірігіп, осындай ұсақ түйіршіктер пайда болуы керек. Енді оған қантты қосып, лопаткамен немесе қасықпенен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жұмыртқаны ақуызы мен сарыуызынан бөлеміз. Ол үшін осындай ыдыс керек. Ақуызды бір бөлек жинап, сарыуызын жаңағы араласқан массаның үстіне саламыз. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, сарыуыз ақуыздан жеңіл ажырайды. Ал ақуызды болса тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді майлылығы 15-20% болатын қаймақты салып, барлығын тағы да жақсылап лопаткамен немесе қасықтың көмегіменен барлығы біріккенше араластырамыз. Алдымен лопаткамен араластырып, кейін араласу қиындаған кезде лопатканы тазалап, ары қаратай осылай қолымызбен қамыр илейміз. Барлық ингредиенттер бірігіп, бізде осындай бір тұтас, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді осы қамырды екі бөлікке бөлеміз. Кіші бөлігін алып, үлкен бөлігін осылай қойып қоямыз. Үлкен бөлігінен пирогтың жоғарғы беткі бөлігін жасаймыз. Пирогты пісіретін форманы дайындаймыз. Менде 24 сантиметрлік диаметрдегі форма. Оған пергамент қағазын салып, формамызды осылай жауып аламыз. Біздің формамыз дайын. Енді оған жаңағы үлкен қамырымызды салып, қолымызбенен осылай бір келкі етіп қамырды жайғастырып шығамыз. Егер қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, қолдарыңызды ұнға матырсаңыздар болады. Шеттерін кішкене қалыңдау етіп қалдырып, қолдарымызбен бортиктарын көтереміз. Көтерілген бортиктарды осылай шанышқыменен басып, осылай шеттерінде видеода көрсетілгендей етіп басып шығамыз. Бұл пирогқа үйдегі бар кез келген тосап түрін өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде құлпынайдан жасалған тосап. Осындай үлкен дәнектері бар, бірақ олар піскен уақытта білінбей кететін болады. Сол себептен осылай салдым. Енді пирогтың жоғарғы беткі қабатын жасаймыз. Үстелдің үстіне қамыр жабыспасы үшін кішкене ұнымызды сеуіп, оқтауменен бірде қалыңдықта етіп, жаңағы кішкене қамырымызды жаямыз. Кейін пышақпенен осылай ұзынша етіп жолақтар кесеміз. Бастапқы және соңғы кесілген бөлігін алып тастап, қалған жолақтарды осылай пирогымыздың бетіне бір-бірлеп орналастырамыз. Қамырды пирогтың бетіне өздеріңіздің қалауларыңызша орналастырсаңыздар болады. Осылай менікі сияқты торкөз ретінде немесе қамырларды өріп, кез келген формаға келтіріп те орналастыруға болады. Барлығы өздеріңіздің фантазияларыңыз бен қалауларыңызға байланысты. Міне осылайша біздің пирогымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Енді осыны жаңағы алып қойған жұмыртқамыздың ақуызыменен оны шайқап, бетін осылай жағып шығамыз. Алдын ала пешімізді 160-180 градус аралығында қыздырып, шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Пештеріңізге байланысты ол одан ерте немесе кеш пісіп шығуы да мүмкін. Піскен пирогтың беті осылай қоңырланады. Оны формадан босатқанда шеттері сынып кетпеу үшін пышақпенен осылай жүріп шығамыз. Пирогты салатын арнайы ыдысымызды алып, енді пергамент қағазынан да босатамыз. Пирог пергамент қағазынан өте жеңіл алынады, өте жұмсақ болып шыққаны көрініп тұр. Бұл пирог шынымен де өте дәмді болып шығады, өте тез әрі жеңіл дайындалады. Кез келген уақытта қонақтарыңыз келген кезде жасап бере қойсаңыздар, уақыттарыңызды үнемдеуге көмектеседі. Үйдегі бар кез келген қалауларыңызға байланысты тосапты алып, сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлім, астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қолдау білдіргендеріңізге алғыс білдіремін. Видео сіздерге ұнап пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналға шығатын жаңа видео рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Егер сіз тағамдарды мен ұсынған рецепт бойынша дайындап көрген болсаңыз, қалай шыққандығы туралы комментарий бөліміне өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет.